Богдан Даниэль Дяк, Аниш Гири, Гранд Честор, Румыния. D4 E6, ATF3, ATF6, C4 B6, жаңа үнді қорғанысы. G3 піл A6, бірден мына жерге шабуыл жасап тұр. B3 піл B4, піл D2, піл E7. At C3, D5, алдық, және піл G2. Піл үлкен қиғаш жолға тұрды. Рокировка, at B D7, және тура C1. Болашақта енді C жолы бізге керек болады деген ойдамын. Піл A3, тура C2, тура E8, және тура E1. Мынау байлау әдісі, осы байлау әдісінен құтылу. Тура C8, піл C1. Бауырым, мына A3-тен шықсаң бола ма деген сияқты. Піл F8, піл B2. Енді болашақта мына піл деген үлкен қиғаш жолға тұрады. C6, уәзір C1, піл B7, тура D1, A5, E3, және піл D6. At D2, піл B4, A3, және піл C3. Өте жауапты шешім. Мен бұл туралы айта берем. Пілді атқа айырбастырылдığında өте мұқият болу керек. Піл C3, уәзір E7. Керек болатын болса, өзің ұтып ал деген сияқты бір мақаммен Богдан Даниэль қарсыласқа қарсы ойнап жатыр. Өйткені қарсыластың аумағына кірген жоқ, ұтқысы кеп тұрған жоқ. Ең бастысы Аниш Гири егерде артық кететін болса, онда сол жерден ұстайын деп тұр ғой. ATF3, at E4, және уәзір B2. Уәзір E6, және A4. Ақырындап болса да уәзір қанатында қозғаламыз. Піл A6, піл E1, H5, H4. Әрине бұл мына патша қанатын мүмкіндік бермейміз сол жердегі барлығын жасауға. Уәзір F5, және тура C1. Бұл енді Вильгельм Штайнстың сүйікті пілдерінің бірі. Мына E1-де орналасқанды ұнатады, және E8-де орналасқанды ұнатады. Өйткені F7-дегі және F2-дегі торларды қосымша қорғау керек. Өйткені at F2, тура E3 деген әртүрлі амалдар бар бұл жерде. Тура C7, уәзір C2. Уәзір E6, B4. AB, піл B4, және тура C8. Піл E1, C5. Керек болатын болса, Аниш Гири мықтысын ғой, 2767 рейтингін. Ұтып ал деген сияқты бір мақаммен ойнап жатыр. Уәзір B2, C4. Енді бұл қорғалған өтетін сарбаз. Піл C3, тура D8, тура B1, піл B7, және ат негізгі орталыққа келді. Алдық, және ат C5. Ат C5, және A5. BA, уәзір B5. Мына атқа шабуыл жасап тұрмыз, және мына сарбазға да шабуыл жасаудың амалы. D4, тура D4, және осы жерде тура B8. Көрдіңіздер ме? Енді Аниш Гири бұл партияны көбірек ұтқысы келді, өйткені мүмкін өзінің недегі жарыстағы жағдайы мәжбүрлеген шығар. Осы жерде енді қателесті. Тура B8-дің орнына әрине қарсылас деген піл G2 деп жүру керек еді. Енді бұл айтуға оңай, өйткені мен компьютердің алдындамын, мықты бағдарламаның сараптамасынан кейін бұның барлығын сіздерге талқылап жатырмын, бірақ тура B8 өрескел қате екен. E4 енді Богдан Даниэль Дяктың қателесетін уақыты келді. At B3 өте қауіпті аттардың бірі. Тура D6. Тура D6 енді мына пілге көңіл аударыңыздар. Кезінде ұқыпсыздық танытты. Аниш Гири осы пілді айырбастай салды, енді соның жапа шегеді. Уәзір C8, E6. Біріншен бұл сарбаз шеге, екіншен уәзір G5 деген сияқты мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Тура E6, уәзір G5, мына G7. Енді мына пілге көңіл аударыңыздар. Тағы да бір рет көрсетейін, қандай жерде қарсылас деген емін-еркін неде салды. Мына A3, піл C3, піл C3. Осы 21-ші жүрісте қарсылас деген осыған мән бермеді. Енді осыған қазір қарайсыздар. Уәзір G5, F6 және піл F6. Көрдіңіздер ме? Кезінде мына C3-тегі сарбаздармен бұғатталған піл енді саяси сахнаға шықты. Алдық, уәзір D8 және E5. Енді қалғаны қиын емес, енді 2650 деген рейтингісі бар ғой. Алдық, C3 және уәзір C2. Мына торды бақылауға
алдық. Уәзір d5 былай және c2 алдық. Уәзір g6 шах және былай. Дәл қазір уәзір g7 шах, уәзір e7 мат деген әрекет жасағысы кеп тұр. Былай шах және тура e1, осымен ойын аяқталды. Уәзір d8. Енді жобалап былай шығар. Шах, мысалы былай, содан кейін тағы да бір рет шах, мысалы былай, шах, алдық және f-е мына сарбазды ешкім тоқтата алмайды.